Армысыз, ардақты көрермен, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға келген қонақпен таныстырайын. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің сектор меңгерушісі Жомарт Бақтыкелдіұлы Бақтыкелді. Жомарт Бақтыкелдіұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Бүгінгі 10 минут бізге берілген шағын уақыт ішінде біз бүгінгі қала ішіндегі қар тазалау жұмыстарына тоқталып өтейік. Қазір бұл жұмыстар қалада қалай жүргізіліп жатыр. Енді 31-нен де бұрын біздің биыл жалпы қыс басталғалы қар қаламызға көптеп жауды, оның үстіне боран бұрқасындатып жатыр, боран соғып жатыр. Біздің коммуналдық мекемелерімізге тыным жоқ. 31 күні түнде де жұмыс жасады деп отырсыз, өзіңіз күшейтілген тәртіпте. 5 күн қала демалғанымен жұмысшыларымыз біздің дамыл таппаған екен. Олардың еңбектері жөнінде, бүгінгі атқарып жатқан жұмыстары жөнінде айтып өтсеңіз. Және ең бастысы, осыған мән береміз. Бұған дейінгі жылдары жеке секторларына, жеке тұрғын үйлер маңы осы көшелерді жинау кейінге қалдырылатын еді. Наурыз айларына қарай жинайтын едіңіздер де, биыл бұл жұмыс ерте басталды. Яғни қаңтар айынан бастап жеке тұрғын үй секторларын тазартуды бастап кеттіңіздер. Бұған не себеп және бұл жұмыстар қалай жүріп жатыр? Осыған тоқталсақ, сөз кезегі өзіңізде. Бұған дейін айтып кеткендей, біздің 15 жылы қала аумағында қыс мезгілінде жолдарды қардан тазалауға 14 мердігер мекеме және 240 арнайы техника жұмылдырылған деп, осы 16 жылда, ағымдағы жылы сол мердігер мекемелер және сол 240 техника жұмысты жалғастыруда. Бүгінгі таңда қала аумағынан 30 мың тоннадан астам қар шығарылды. Соның ішінде қазіргі таңда Мәскеу ауданынан жолдардың тарылуына байланысты Мәскеу ауданында Меседов көшесінен кеше 4 қаңтар күні қар шығару жұмыстары басталды. Және де ертең 6 қаңтар күні қосымша Парижский коммуна көшесі, Алтай Батыр көшесі, Ембі көшесі, ГМЗ ауданындағы және де Пугачев көшесінде осындай қар шығару жұмыстар жүргізілу жоспарлануда. Алдағы таңда қардың көп жауына байланысты қала аумағынан қарды уақытында шығарып және уақытында тазалауға бізде 25 дана автогрейдер, 41 дана МТЗ тракторлер және де арнайы жол тазалауға арналған техникалар және де К700, шнекоротор, одан да басқа құм дұз себетін арнайы техника жұмылдырылды. Сондан басқа қар шығаруға қазір осы демалыс күндері 31 бригада жұмылдырылды. Ол біздің қала қарамағындағы 5 ауылдық округтың аумағынан және қала көшелерінен қар шығару жұмыстарын жалғастырды. Жұмыс күші, техникаларымыз қалаға жетеді ме қазір? Осы қардың қат жауына байланысты барлық 240 техниканың барлығы қазіргі таңда жұмыс атқаруда. Және де бір-екі күннің ішінде қала аумағын қардан тазалау жұмыстарын атқардық деп айта аламыз. және де қазір таңда ауылдық округтарда елді мекендерімізде бар. Ауылдық округтарда қарқынды түрде жұмыс атқарылуда. Жолдарды ашу және де жаңағы біздің қабылдау бөлімімізде жаңағы телефонға хабарласып, қоңырау шалып, өздерінің жаңағыдай кедергі келтіріп жатқан, қардан кедергі келіп жатқан аумақтарын біздің қала халқы айтуда. Сол қоңыраулар арқылы біздер қосымша техникаларды жұмылдырып, барлық аумақтарда техникамен және қар тазалаумен қамтимыз деп айтамыз. Елді мекендеріміз, қала сыртындағы жаңағы ауылдық округтер қай маңдар қиындық туғызып жатыр? Мысалы, қаламен байланысы, қозғалыс үзіліп қалып жатқан елді мекендер бар ма? Қаламен байланыс үзілген жоқ деп есептейміз. Себебі қардың жауына байланысты біздің қаламыздың 5 ауылдық округтың 22 ауылдары бар. Бүкіл ауылдық округтардың ең алдымен біздер жолаушы тасымалдаушы көлік маршруттарын тазаладық. Қазір таңда енді басқа көшелерге тазалау жұмыстары жүргізілуде. Ең алдымен бізге шамалы кедергі келтірген ол қаладан
қала сыртында магистральдарды жабуына байланысты техникалар арнайы уақытында бармай қалу кездесті. Бірақ оған қарамастан қазір таңда біздер барлық ауылдық округтерде және қала аумағында қардан тазалау жұмыстарын жүргізуде. Қала ішінде біз білеміз, сіздер көбінесе мына жүргізушілерге, көлік жүргізушілеріне ескерту айтып жатасыздар. Мысалы, көліктерді тазалап жатқан кезде көліктерді қалдырып кетеді, мысалы, кедергі болады деп. Қандай ескертулеріңіз бар, мүмкін айтар болсаңыз қала тұрғындарына? Жол жиегіне көліктердің алдымен көліктерін қалдыруына байланысты, және де техникалардың көшені тазалау уақытында көптеген кедергілер, ол кептелістер болатын уақыттар. Ең алдымен қала халқына айтатынымыз, бізге түсіністікпен қарап, және қандай да бір жағдайлар қар тазалау бойынша кездесетін болса, 530451 телефонына хабарласып, өздерінің жағдайларын бізге түсіндіріп айтқан қалаймыз. Жеке тұрғын үй секторлары деп айтып өттік. Жаңа жеке тұрғын үй секторлары мәселен өз күшімен қарды шығаратындар болса, оларға қандай көмек көрсетіледі? Немесе полигондар жаңағы тегін қабылдайды? Қанша полигон бізде жұмыс жасап жатыр, және осына жеке сектордан қар шығару? Бұған дейін біздің осы қыс мезгілінің басталуына дейін қала аумағында бір қар полигоны жұмыс атқарған болатын. Ол жаңа біздің қоқыс полигонының аумағында биылға біз 3 қар полигон ұйымдастырдық. Ол жаңағы қарды уақытында және тез жеткізіп, тез тазартуына байланысты. Қай жерлерде? Қазір таңда бір 3 полигон, 3 қар полигоны, 3 қар полигонды 3 аумақта орналастырылды. Ол жаңағы айтып өткендей қоқыс полигон аумағында, және де Науалжан элеваторының аумағында, және де Ақжар 2 микроауданында Қазмұнайгаз Жаңармай станциясының арт жағында. Өздігімен қар шығаратындарға бір жеңілдіктер қарастырылған ба? Өздігімен қарды шығарған адамдарға біздер ризамыз, жалғастырылған жақсы болар еді. Көп па ондайлар бізде, әлде жалқаумыз ба? Жоқ, ондайлар кездеседі. Өздерінің жаңағы газельдермен шығарып атқан ондайларға біздер қуана қарсы аламыз. Олар полигон тегін, күндізді, түнгі мезгілде де қабылдай береді. Инертті материалдарымыздың қоры бізде қанша қазір? Қазір таңда қала аумағынан инерттік материалдары қолдану бойынша ол құм араласқан, тұз араласқан құм себілуде. Қазір таңда 1200-ден астам тонна құм дайындалған, 500-ден астам тонна тұз дайындалған, және де тұз бен құм араласқан 500-ден астам тонна инерттік материалдар дайындалған. Қалаға қанша сантиметрде қар жауды осы қыс басталғалы, және синоптиктеріміз не деп жатыр қазір? Біздің осы қыс мезгілінің басталуына байланысты бұрынғы жылдарға қарағанда, бұрынғы жылдары осы желтоқсан айында қар жауы басталатын еді. Биыл таңда желтоқсан болмай, ертерек қар жауып, соған байланысты біздер алдын ала дайындық шараларын өткіздік. Барлық техникаларды қарау өткіздік, бәрін тексеріп, қалай жұмыс жасайтын бәрі тексерілді. Қазір таңда қала аумағына 14 сантиметрден астам қар жауып деп есептейміз. Синоптиктермен біздер жұмыс жасағанда, біздер алдымен күнделікті интернет желілерінен қарап отырамыз, және де түнгі мезгілде бізде біздің мекеменің мамандарынан кезекшілік ұйымдастырылған. Түнгі мезгілде барлық аумақтарды қарап, тексеріп, қай уақытта, қай жерге қандай техника жіберілетіндігін осы кісілер жоспарлап отырады. Әрине, әлде біздің қыс енді басталды ғой, енді кірді. Мынау қаңтар 1-ші ай, әлі ақпан бар, ұйтқыған борандардың нағыз айы ғой, сол ар жағында. Енді Ақтөбе біздің батыста қыс ең ұзақ созылады. Ұзаққа созылады, сондықтан сіздерге әлі де жұмыстарыңыз жемісті болсын деп тілейміз. Әлі де алда күш қайраттарыңызды жоғалтпаңыздар.
Біздің студиямызға бүгін келіп, жаңалықтарыңызбен, қолдау ақпараттарыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Әлде де бізге айтарларыңыз болса келдіңіздер. Сіздерге есігіміз ашық әрдайым. Рахмет. Құрметті көрермен, біздің бүгінге берілген уақытымыз осымен тәмам. Біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлік автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің сектор меңгерушісі Жомарт Бақыткелдіұлы. Бақыткелді, бүгінге осы амандықта жүздескенше. Сау болыңыз.